Қалай Рамазан? Шын достар, қайырлы кеш. Бүгін жалын екеніміз. Кішігім до свидания. Осындай эстетика болып тұр ғой. Солай ма? Сондай бүгін қандай күн десеңіз, маған важный күн ғой. Қандай незабываемый күн болды. Бүгін қалай айтсам болады, әке атаным деймін ба? Бұйырса Алла қаласа әке атанатын болдым достар. Күттім ғой осы күн, жыл сәт. Айта алмаймын, ішкі чувствованы. Мен негізі андай адаммын да, чувствованы былай сыртқа көрсете алмаймын. Я не пранкуем. Я тоже сегодня в шоке. Это не пранк. Ну, да, мы просто этот выложили первый раз. Сразу. Ну, сейчас не дома, я хотел дома приехать, позвонить, потом сказать всем. Енем ба? Құттықтап отырғанда пранк па деп жаңа біздің мама да сол пранк па деп құттықтап жатқан жандарға рахмет, жақындарым соғып, жазып, құттықтап жатыр. Что делать? Мен этот Ильдар только что узнал. И сразу вышли. А? Кто? Весь Казахстан и Эльдар в общем вместе. Не знаю, я все равно. Күшті жерге келіп қалдық, жуайық деп екеуміз. Тып-тыны кавер фиш деген күшті жерге келіп қалдық, қараңыздар. Әкеміз мәз. Берса, 3 баланың әкесі еді, енді 4 баланың әкесі болды. Көп балалы әке боламыз шын. Күшті тамақтарды қараңыздар. Қазір дәмін көрейін деп тұрық. Осы жерге бірінші рет келіп тұрмыз. Бірақ мен осы затты жаман жегім келіп жүрген. Бұл жерде кәдімгі натуральный чистый икра қосады. Яғни 100 граммы 25 мың теңге мына икраның. Прям осы салатты жегім келіп жүрген. Оказывается, екі қабат екенмін ғой, білмей қалыппын ғой. Күшті тамақтар алдырдық. Екеуміз от души. Қызыл балық сағынып қалдым. Ақтауды сағынғасын қызыл балыққа келдім. Уют жатыр ғой, уют. Уютный, прям тып-тыныш.